Сәлем достар, сіздермен бірге драма тайм. Бүгін сіздерге Ким Му-йол есімді Корея актерінің өмірі мен шығармашылығына кішкене шолу жасайтын боламыз. Қызықты ақпараттарды жіберіп алмас үшін каналға жазылуды ұмытпа. Оңтүстік кореялық Ким Му-йол жастайынан актерлік мансапты армандап, ұлының мемлекеттік қызметкер болғанын қаламаған әкесінің еркіне қарсы шыққан. Шығармашылық өмірбаянының басында жас жігіт артық салмақ мәселесіне байланысты кастингтерден жиі бас тартты және фильмдерде рөл алу үшін диетаға отыруға мәжбүр болды. Ким Му-йол оның 1982 жылы 22 мамырда оңтүстік Кореяның астанасы Сеулде дүниеге келген. Ол мемлекеттік қызметкердің отбасында өсті. Кейін әкесі жеке кәсібін ашты. Бала мектепте жеңіл атлетикамен айналысқан, сонымен қатар актерлік сабақтарға қатысқан. Кореялық актердің оқу орны Сонгкёнгван университеті. Ол қаржылық қиындықтарға байланысты оқуын бірнеше рет үзді. Оңтүстік Корея экономикасын қатты шайқаған 1998 жылғы Азиядағы қаржылық дағдарыс Ким отбасы үшін де үлкен соққы болды. Му-йолдың әкесі ауырып, оған қатерлі ісік диагнозы қойылды. Жас жігіт оқуды жұмыспен байланыстыруға тура келді. Ол парақшалар берді, метрода жұмысшы болып жұмыс істеді. Күзетші болып жұмысқа тұруға тырысты, өйткені оның физикалық қасиеттері жақсы болатын. Бойы 183 сантиметрді құрады. 20 жасында Му-йол өз сөзімен айтқанда депрессияға түсіп, алкогольдік сусындарға тәуелді болды. Ол Сеулдің түкпір-түкпірінде тұрып, пәтер жалдап алмай, тез артық салмақ қосып алған. Жігіттің салмағы 100 кг болатын. Бір күні кезекті кештен кейін және экрандық сынақтан бас тартқаннан кейін, Ким барлық жаман әдеттерден бас тартуға және актер болу арманы үшін өмірін түбегейлі өзгертуге шешім қабылдады. Сондай-ақ арманшыл актер отбасының қаржылық әл-ауқатына қайтаруға және ата-анасының барлық қарыздарын өтеу арқылы оның жайлы қартаюына қамтамасыз ету уәде берді. Ким 2002 жылы театр сахнасында дебют жасады. Ол негізінен мюзиклде ойнады. 2007 жылы жігіт алғаш рет бірнеше драмаларда эпизодтық рөлдерді ойнап, теледидарда пайда болды. Му-йол жебе тарихи фильмі шыққаннан кейін көрермендердің назарын аударды. Абсолюттік қару фильмі көктемнің оянуы қойылымдағы Мельхиордың харизматика бейнесі үшін үздік ер адам рөлі номинациясында марапатқа ие болды. 2012 жылдың 9 қазанында жас жігіт оңтүстік Корея қарулы күштеріне шақырылды. 10 жылға жуық уақыт бойы ол отбасының қаржылық қиындықтарына байланысты кейінге қалдыруды ұйғарды. Анасының жалғыз асыраушысы болды және әкесінің қатерлі ісік ауруын емдеуін қамтамасыз етті. Актердің жоғары қаламақысы көптеген қарыздарын жабуға әкетті. Осыған қарамастан ол жұртшылықтың сынына ұшырап, жалтарған деп айыпталды. Әскерде Ким қоғаммен байланыс агенттігінде қызмет етті. Содан кейін ол жаяу әскер бөліміне ауыстырылды. Сеул тумасы 2014 жылдың 8 шілдесінде борышын өтеп, актерлік мансабын қайта жалғастырды. Кореялық актердің фильмографиясындағы келесі маңызды жоба 19 жылы естелік түні фильмі. Сондай-ақ гангстер, полиция және шайтан көркем фильмде басты рөл сомдады. Фильмде Ким сериялық өлтірушіні тоқтату үшін қылмыстық топтың жетекшісіне күш біріктіруге шешім қабылдаған полиция қызметкері ретінде көрінді. Бұл драмада Ма Дун Сок, Ким Сон Кю және Чон Бе Су ойнайды. Му-йолдың жеке өмірі мен оның Корей актрисасы Юн Син Ахпен қарым-қатынасы туралы мәліметтер актердің әлеуметтік желідегі аккаунттарында жариялаған болатын. Бойжеткен музыкалық бейнелерге де түсіп, модель болып жұмыс істеді. Теледидарда реалити-шоуды жүргізді. Ерлі-зайыптылар 2015 жылдың 4 сәуірінде тойға бірнеше апта қалғанда жастар бір-біріне деген сүйіспеншіліктерін арнайы фотосессияда көрсетті. Салтанатты шара әріптестердің туыстары мен жақын достары қатысты. Ким 2023 жылы 8 маусымда әке атанды. Балаға Сонг есімі берілді. Ұлдары дүниеге келгеннен кейін бақытты ата-ана Instagram желісінде жаңа туған нәрестелерінің аяғымен салған суретін қойып, жанкүйерлерімен
бөлісті. Сұхбатында Муйол баласына үлгі болғысы келетін, онымен бірге үнемі жаяу серуендеуді және велосипед тебуді үйретуді жоспарлап отырғанын айтты. Актердің әйелі YouTube арнасында отбасылық өмірі мен жұптың қарым-қатынасы туралы әңгімелейді. Жастар көп саяхаттайды. Бір рет Жапонияға барған кезде олар шағын жер сілкінісі ошағына тап болды. Кем белсенді демалысты ұнатады. Ол фитнес пен бразилиялық жекпе-жек капоэйрасына қызығушылық танытады. Актер Пак Мин Хенің анасы Оңтүстік Кореяда жазушы ретінде танымал әйел, бірнеше кітаптардың авторы.